Қайырлы күн, қадірменді көрермен. Бүгін ас адамның арқауының атты айдары. Бүгінгі айдарда біз құрттың пайдасы жайлы, оның құрамында қандай дәрумендер бар, адам ағзасына құрттың қаншалықты пайдасы бар деген сұраққа жауап береміз. Құрт бұл сүттің қатқан өнімі. Көбіне құртты сиыр малының сүтінен жасайды. Құртты арнайы қайнатып та немесе сүзбе құрт түрінде де дайындайды. Құрттың құрамында кальций, темір, А, Б, С секілді дәрумендерге өте бай. Құртты арнайы кептіріп те күнделікті ас ретінде де пайдалануға болады. Жалпы құртты қайнатқан кезде оның көбігін алып, үлкен кісілерге, балаларға беруге де болады. Оның да бір пайдасы бар. Сондай-ақ ыстық құрт. Құрт қайнап жатқанда ыстық құртты алып, оған сары майды қосса, бұл өкпе ауруларына, жөтелге де өз пайдасы зор. Сондай-ақ малта. Малта құрт дегеніміз ол құрттың ұнтақталған түрі. Оны ұзақ сапарға шыққанда дәм алып, ол сусын ретінде жаңағы бөлінген суы бұл сусын ретінде, сондай-ақ қорек ретінде болады. Жалпы құрттың пайдасы өте зор. Адам ағзасындағы керек емес майларды да ыдыратып, өзіндік бір сондай қасиеті бар. Сондықтан дастарханымызда қайнатылған сүзбе құрттарымыз мол болсын. Сондай-ақ сорпамызға да салып, құртты езіп ішсе де, бұл ауырған сәтте терлеуімізге, іштегі салқындықты шығаруға өз пайдасы зор. Сондай-ақ құрттан құрт көжесі дейді. Оған көженің өзі қыс айларында аязды күндері үйге келгенде құрт көже бойға бір қуат береді. Тоңғанымызды басады, қанымыздың жүруіне өз пайдасын, септігін тигізеді. Ал сол құрт көжеге шыжғырылған қойдың майын салсаңыз, тіпті сіздің ағзаңызға өз пайдасы берері зор. Сол себептен қадірменді көрермен, ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық тағамдарымызды құрметтеп, оның мән-мағынасын түсініп, күнделікті өмірде қолдана білейік. Саналы ұрпағымыз көп болып, денсаулығы мықты адамдарымыз көп болғай. Дені сау ұрпақ әкелейік, бай, қуатты болайық.